болмысын толығымен түсіне аламыз. Себебі ерік анасы өлмей жатып ауыр халде болғанымен оған ем іздемей, оның жататын жерін іздеп әр уақытта екі ұшы болады. Әр жақтың жақсылары болады, жамандары болады. Өмірде жақсы адамдар көп та, бірақ жаман адамдардың рекламасы, жарнамасы өте мықты да, тез танылады, көп танылады. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды деген сөз бар да. Ол жалпылама айтылған, ол дәлелденбеген деп айтты. Мысалға осы жақында Қайрат Сатыбалдыны антикор ұйымы ұстап алып. Айтылғандай, ол қазір бұрын болған, қазірде бар, бірақ 100% жақсы болуы мүмкін емес халықтың да. Айтылғандай антикор секілді әртүрлі басы бар адамдардың сондай арам пиғылдарын сынатпау үшін сондай әртүрлі құрылғанда айтып тұрғандай өз дәлелдеп тұр. Ол арам пиғылды адам өзінің затын істей алмай ақырында ұсталып қалды. Бүгінгі күні мысалы келетін болсақ, мысалға мал шаруашылығынан өте білімді, барлық нәрсені білген адамдар бар. Малды қалай түтігін жасау керек деген. Ал оларды мал бағар, оны қолданып қалатын адамдар бар. Сол себепті де мен оның қаласында жұмыс істеп жатырмын. Осы қателеспесем 2021 жылы бір хабар болды. Астана шаһарда бала кезінен бастап, 8 жасынан бастап, сол мал шаруашылығында өзіне қол етіп жұмсап отырды. Оқығандығы, шындықтың өмірдің ақ қарасын ажыратып алғандығы. Себебі ол кездерде орыстардың құрамына кіріп кеткен кезде орыстар қаншама затты жоқ қылып жіберді, біздің қазақтарды адам қылып көрмеген кездер ол. Соның бәрін еріп біліп, оны тыңдайтын адам болған жоқ, оны қорғайтын адам болған жоқ, қасына бірге қосылатын адам болған жоқ орыстар қарсы. Соның бәрін ешкімге айта алмай, ішінен бәрін жинап, соның бәрін ащы сумен шығарғысы келіп, соған салынып кетті деп ойлаймын. Дәлелдеп кететін болсақ, қазіргі таңда арам пиғылды адамдарға қарағанда саналы, оқыған, сауатты адамдардың қатары көп. Бұған дәлел ретінде алыстан ой құрмай қойып, мысалы өзіміздің мектептен шыққан ұбт 2022 жылдың түлектерін алайық, 100% шамалап айтқанда, дөңгелектеп айтқанда 100% оқушының барлығы грантқа түсіп кетті. Кемшілігі ол жауапкершілікті өзіне ала алмайды. Мысалға айтатын болсақ, Таған мен Айна еріктің анасын күннің астына шығуға шығарды, бірақ оларды кінәлап, сендер неге күннің астына шығарасыңдар, ол үйде тыныш жатқан адам. Бірақ бұл жерде кінә еріктен. Ол таяқтың екі ұшы бар дейді. Сол сияқты қай заманда да, қай кезде де жақсы да, жаман да адамдар бары даусыз. Бұл өмірде ерік те бар, өздеріңіз айтқандай Таған да бар. Бірақ та қай кезде де жақсы болуға, адам болуға тырысу керек. Білімді, саналы ұрпақ болуға тырысайық.